Саламатсыңдар ма балалар? Хал жағдайларың қалай? Мен сендердің сынып жетекшілерің Ахметова Ұлпала Төлепберген қызымын. Және сендерге қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен сабақ беремін. Осы видеоны мен сендермен танысу мақсатында түсіріп отырмын. Бірінші кезекте балалар, мен сендерді жаңадан басталғалы отырған жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Жаңа оқу жылында сендерге толағай табыс, шабыт және міндетті түрде денсаулық тілеймін. Барлығымызға белгілі, бүкіл әлемде болып жатқан пандемияға байланысты коронавирустық инфекцияны жұқтырмау мақсатында барлығымыз оқытудың жаңа форматына көштік. Оны қашықтан оқыту деп атаймыз. Кейбіреуіміз үрейленіп, қалай оқимын, не болады деп ойлауларың мүмкін. Себебі 4-ші тоқсанда біз ол жүйеден өттік. Есімізде ғой, иә? Ал бұл жолы үлкен бір шабытпен келді деп мен сендерге сенемін. Және сынып жетекшісі ретінде кішкене сендерге ақыл кеңес айтқым келеді. Бірінші кезекте балалар, сабырлы болуды үйренейік. Әр пән мұғалімінен келген тапсырманы ыждахатпен орындап, уақытылы жіберіп отырсақ, барлығында жеңіп шығатынымызға сенемін. Және мұғаліммен бетпе-бет отырмай, үйде отырып сабақ оқу арқылы сендер ата-аналарыңа, мұғалімдеріңе өздеріңнің өз беттеріңше оқи алатындарыңды сендіруге толық мүмкіншіліктерің бар. Тағы бір кеңесім, әрбір сабаққа дәл кестедегідей уақытта дайындалу керек. Және сабақ оқып отырған уақытта арқамызды тік ұстап, түп-түзу отыруға тырысамыз. Әрбір жазуымызды әдемілеп жазып, тапсырманы ыждахатпен орындаймыз. Әр пәнді оқып болған сайын 15 минут арасында үзіліс жасаймыз. Дене жаттығуларын, көз жаттығуларын жасауды ұмытпаңдар. Себебі көз жаттығуда бізге өте қажет. Тапсырманы орындағанда тек үстелдің үстінде отырып орындауға қалыптас. Телеарнадағы сабақты кезінде де, мұғалімді тыңдағанда да мұқият тыңда. Тапсырманы орындаған кезде асықпа, ызаланба. Ойыңды тиянақтауға тырыс. Бірден орындай алмасаң, көңілің түспесін. Білім алу кезінде бұл қалыпты нәрсе. Ойыңды әрқашанда жүйелеп, ойлануға тырыс. Білім алу кезінде ол қалыпты нәрсе. Сондықтан да шыдамды болуға тырыс. Түсінбеген сұрақтарың болса, бірден пән мұғалімімен хабарлас. Немесе аға әпке, ата-аналарыңа сұрақ қоюдан ешқашанда ұялмағаның дұрыс. Құрметті оқушылар, мен сендерге жаңа оқу жылында тағы да сәттілік тілеймін. Сендермен бетпе-бет кездесетін уақытты асыға күтемін. Және сендерге бір тапсырма бергім келіп тұр. Мен сияқты видеомен танысуға қалай қарайсыңдар? Ол еш қиын емес сияқты. Қолдарыңа телефонды алып, аты жөндеріңді айтыңдар. Және де осы уақытта немен шұғылданғанды ұнатасыңдар. Қандай сүйікті пәнің бар. Және де кез келген бір ақынның бір шумақ болсын өлеңін оқысаңдар, мен сендердің пән мұғалімі ретінде қалай өлең оқитындарыңды көргім келеді. Келісеміз бе? Ендеше келесі кездескенше.